Біз қалай өз өмірімізді бүлдіреміз, тіпті оны байқамаймыз да. Кейде біз өмірде бірдеңе дұрыс емес деп ойлаймыз. Біз барлығын өзгертуге қуанар едік, бірақ нақты нені білмейміз. Өмір бұл түзу, тегіс жол емес. Бұл графиктер мен кестелердің жиынтығы емес. Егер белгілі бір жас шамасына дейін сіз университет бітіріп, үйленіп, тұрақты жұмыс тауып, жанұялы болып, қазына мүлік жинап, және тағы басқаларға үлгіре алмасаңыз, бұл қалыпты. Және де, егер сіз 25 жасқа дейін үйленбесеңіз, немесе 30 жасқа дейін вице-президент болмасаңыз, немесе тіпті жай бақытты болмасаңыз, сізді ешкім сөкпейтінін түсінген дұрыс. Сізге артқа қарауға болады. Сізге шабыт беретін нәрсені табуға болады. Сондай-ақ сіздің уақытқа құқығыңыз бар. Неге екенін қайдам, көпшілігі бұны ұмытып кетеді. Тұп-тура мектеп орындығынан бастап өміріміздің бағдарламасын жасай бастаймыз. Осымен университетке түсеміз. Оқып жүріп, өзіміз айналысатын жұмысты таңдаймыз. Бізге өз таңдауымыз ұнамаса да сөйтеміз. Өйткені біз оған уақыт кетірдік. Күн сайын біз сол жұмысқа барамыз. Өйткені бізге бір кездері өзіміз жасаған таңдауды қолдау қажет. Сөйтіп, біз келесі. Содан кейін келесі. Сосын біз өміріміздің бір бақылау тізімінде белгі қоямыз деп ойлап, тағы бір келесі қадамды жасаймыз. Бір күні біз ұйқыдан күйзеліп оянамыз. Өте күшті күйзеліс. Бір күні әйтеуір үлкен бір нәрсенің бізді басып тұрғанын сеземіз. Бірақ бұның себебін біле алмаймыз. Осылай біз өз өмірімізді бүлдіреміз. Біз басқа адамды таңдап, өз өмірімізді бүлдіреміз. Бұл не деген асығыс қарым-қатынасқа қажеттілік? Біз өзіміз біреуге айналмай, бірінші кезекте біреумен болу идеясына есіміз кетеді. Сеніңіз, құштарлықтан емес, ыңғайлықтан туындайтын махаббат, біреумен бірге жату қажеттілігінен пайда болатын махаббат. Көңіл қажеттілігіне қызмет ететін махаббат, бұндай махаббат сізді таңғы 6-дан оятып, жаныңызда ұйықтап жатқан адамды құшақтауға қанағаттандырмайды. Нағыз махаббатты сізді ең таңдаулы еркек немесе әйел болуға итермелейтін қарым-қатынасты табуға ұмтылыңыз. Бірақ мен жалғыз болғым келмеді деп біз жиі айтамыз. Жалғыз бола тұрыңыз, жалғыз тамақтаныңыз, жалғыз ұйықтаңыз. Белгілі бір уақыттан соң көп нәрсені түсінесіз. Сіз өсесіз. Сіз өзіңізге қанат бітіретін нәрсені табасыз. Сіз өз көзқарасыңыз бен армандарыңызға ие боласыз. Сіздің әрбір клеткаларыңызды билеуге мәжбүрлейтін адамды кезіктірген кезде сіз оған сенімді боласыз. Өйткені сіз өзіңізге сенімді боласыз. Күте тұрыңыз, өтінемін, мен сізді оны күтуге, ол үшін күресуге, соған күш салуға шақырамын. Өйткені бұл сіздің жүрегіңіз бір кезде сезінетін ең тамаша нәрсе. Біз өткенімізге ерік беріп, өз өмірімізді бұзамыз. Өмірде көп нәрсе болады, және бола да береді. Оның қасиеті осында. Көңіл қалу, толғаныс, өзіңізді керексіз сезінген күндер. Осындай сәттер мен сөздер бізбен қалатын сияқты болып көрінеді. Бірақ біздер оларды өзімізге әсер етуге жібермеуіміз керек. Олар бар болған сөз ғана болады. Егер сіз өміріңізде болған әрбір келеңсіз оқиғаға қарап өзіңізді қабылдар болсаңыз, онда өмірді де жағымсыз қабылдайтын боласыз. Сіз қымбат мүмкіндікті жіберіп аласыз. Өйткені сіз
өзіңізді ақмақпын деп сендіріп, 5 жыл бұрын жоғарылай алмай қалғансыз. Сіз аса жақсы болмаған соң, бұрынғы серігіңіз сізді тастап кетті деп санап, сіз өз махаббатыңызды жіберіп аласыз. Енді сіз еркектер мен әйелдерге мүлдем сенбейсіз. Бұл бір тұйық шеңбер. Егер сіз болған айтылған және басыңыздан өткерген нәрсені өткеннің еншісіне қалдырмасаңыз, сіз өмірге өзіңіздің керек емес сәтсіз қабылдауыңыз арқылы қарауды жалғастыра беретін боласыз. Өзімізді басқа біреулермен салыстырған кезде біз өзімізді бүлдіреміз. Инстаграмдағы сіздің жазылушыларыңыздың саны сіздің бағаңызды түсірмейді, не өсірмейді. Сіздің банк шотыңыздағы нөлдеріңіздің саны сіздің азабыңызға, интеллектіңізге және сіздің бақытыңызға ықпал етпейді. Меншігі сізден 2 есе көп адам 2 еселеген рақат сезімін бастан кешпейді. Қазіргі кездегі біздің бар білетініміз, бар ойымыз, Твиттердегі біздің достарымыз кімдің суретін ұнатты, кімге жазылушы болды. Әрине, одан біз бір күнде өлмейміз. Бірақ тереңдей қарасақ, ол біздің өмірімізге зиянын тигізеді. Бұл бізге өзімізді маңызды етіп сезіну қажеттілігін тудырады. Осыған жету үшін біз басқаларды жиі басып тастаймыз. Біз өзімізді сезімнен айыра отырып, өз өмірімізді бүлдіреміз. Бәріміз адамдардың қандай мәні бар екенін байқаусызда білмей қалмауы үшін өте көп сөйлеуден, өте терең сезінуден қорқамыз. Мүдде. Бұл жындану сөзінің синонимі емес. Сіз біреуге деген өзіңіздің ерекше қарым-қатынасыңызды білдіре отырып, сіз осалдана түсесіз. Бірақ бұның ешқандай ұяты жоқ. Керісінше, сіздің жүрегіңізді ашып, сіз үшін маңызды жандармен шынайы болғаныңызда әйтеуір бір құдірет бар. Оның сізді қанағаттандыратынын қыз біле берсін. Достарыңыздың көзінше анаңызға жақсы көретініңізді айтыңыз, ашылыңыз, тастай қатып қалмаңыз. Кімді және қалай сүйетініңізді айтуға батыл болыңыз. Бұл ер жүректікті қажет етеді. Біз оған көнген кезде өз өмірімізді бүлдіреміз. Сіз басында қалағаныңыздан азға келіскен кезде ішіңіздегі мүмкіндікті өзіңіз бүлдіресіз. Бұл жағдайда алданып қалатын екеу, сіз және сіздің әлеуетіңіз. Қазір келесі Микеланджело құжаттарды скрепкамен бекітіп, компьютердің алдында отыруы да мүмкін. Өйткені шоттарды төлеуге мәжбүр немесе осылай ыңғайлы. Сізбен бұлай болуына жол бермеңіз. Бұлай өз өміріңізді бүлдірмеңіз. Өмір және жұмыс, өмір және махаббат. Олар бір-бірімен ажырағысыз байланыста. Біз осында ерекше махаббат пен бірегей жұмысқа алға ұмтылуымыз керек. Біз мына өмірдің көп түрлілігі мен рақатын сан қырынан тек сонда ғана түсінеміз.